Alhamdulillahi Rabbil Alamин, вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммад, ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Электронды құралдарға, яғни ұялы телефон, планшет, компьютер сынды нәрселерге жүктелген Құранды дәретсіз оқуға бола ма? Жалпы, Құранның әдебіне келетін болсақ, Құранды ұстау және де оқу мәселесінде Құранды оқуда Құранды оқушының дәретті болуы шарт емес. Ал бірақ ғұсылды болуы шарт болып есептелінеді. Және де Құранды ұстау мәселесінде дәл Құранның өзін, яғни кітап болып жазылған, белгілі жазулармен жазылған Құранды да дәретсіз ұстауға болмайды. Өйткені Құранда Аллах Тағала Аузубиллахи ла ямассуху иллал мутаххарун. Құранды тек қана таза болған мұсылмандар ұстасын деді. Осы тұста электронды құралдарға жүктелген Құрандарды ұстаудың ешбір қайшылығы жоқ. Өйткені ол біріншіден Құран кітабы емес. Ол жерде тек қана электронды құралдың ішіндегі белгілі бір цифрлармен жүктелген нәрсе. Яғни хақиқи жазу мағынасында емес. Бұндай жазылған электрондық құралдарға жазылған Құран аяттарын ешбір дәретсізде оқи беруіне рұқсат. Ал бірақ абзалы жалпы Құранды қандай жазумен оқысаңыз да, кітаптан оқысаңыз да, ағашқа жазылған оқысаңыз да, тасқа жазылған оқысаңыз да, тіпті осындай электрондық құралдарға жазылған нұсқаларын оқысаңыз да, жалпы дәретпен оқыған ол мұстахаб амал болады. Ал бір кейбір жағдайларда дәретсіз болмаса, пенде бұл жағдайларда оны ұстап оқи беруіне болады.